Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай самса жасаймыз. Алдындағыдай көрсеткендей қатпарлы болып шығатын салмасын жасайтын боламыз. Алдында мен қатырып қойған тесто мынау қатпарлы болған. Соны морозилниктен шығарып жылытып қойдым. Осыны кішкене қатқылдау болған дұрыс. Әр бөліктерге бөліп шығамыз. Бірнеше бөлікке бөліп, кішкене қатыңқырап тұрады. Жұмсарып кетсе, ол самса дұрыс шықпай қалады, жұп-жұмсақ болып. Сондықтан осылай жартылай кішкене салқындау болуы тиіс. Осылай домалақ пішінде үстіп үстінен басып дайындап қоямыз. Салмасына 500 грамм фарш дайындап қойдым, 500 грамм пияз. Оны турап, осылай 2-3 бөлікке бөліп турап. Екі жағын жаман жерін алып тастаймыз. Енді осының барлығын бір чашкаға салып, пиязымызды оған 500 грамм фаршымызды қосамыз. Татымына қарай бұрыш қосып жібереміз. Зираны тоже бір чайный қасық. Зираны осылай қолымызға аламыз да үгітіп, осылай салып жібереміз. Бұл дәм беру үшін ғана. Мен кішкене құйрық май қосып жібердім, көз мөлшермен. Сонда кішкене сәл майлылық береді. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Тұзымызды қосып жібереміз, бір ас қасық. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Барлығын араластырып болдық. Енді жаңа қамырымызды дөңгелек етіп, мен кукурузный крахмал алып, оның орнына осылай жағып, жабысып қалмау үшін жайып, салмамызды саламыз. Салмамызды салып, жақсылап, үш бұрышты етіп, түйіп шығамыз. Қамыр кішкене салқын болған кезде қолға икемді болады. Ешқандай да созылып бүйтіп кетпейді, әдемі формада тұрады. Екінші түрі осылай екі бүктеп, бірінші жауып аламыз. Астынан үстіне қарай осылай ирек етіп түйіп шығамыз. Мен осы екі вариант түрінде жасадым. Осылай әдемі болып шығады. Осылай жай отырып, салмамызды салып, өзіңіз білесіз, үш бұрышты қып істейсіз, екі бүктеп, ирек қып жасайсыз, төрт бұрышты қып жасасаңыз да болады, формасын әртүрлі, өз қалауыңызша жасай бересіз. Сіз құйрық майды көп қоссаңыз да болады. Мен кішкене ғана қостым көз мөлшермен. Барлығын осылай противенге орналастырып, бетіне бір жұмыртқамен кішкене сүт қосып жібердім. Жақсылап равномерно бәрін жағып шығамыз бетіне. Барлығын жағып болған соң, осылай кунжутпен сеуіп шығамыз. Мен қара кунжут сеуіп шықтым. Алдыңғы пешімізді қыздырып, 180 градуста 45 минут пісіріп аламыз. Осымен самсамыз әдемі болып пісті. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.